Саламатсыздар ма? Жезді кентіндегі Мәкен Төрегелдин атындағы тау-кен және балқыту ісі тарихы музейі өлкенің өнеркәсіптік дамуы тақырыбында ашық аспан астындағы экспозициясын назарларыңызға ұсынады. Мәкен Төрегелдин атындағы тау-кен балқыту ісі тарихының мұражайы ата-бабаларымыздың ең көне кәсіптерінің бірі металл балқыту, кен аршу тарихының көне дәуірден қазіргі кезеңдерге дейінгі шежіресін насихаттауға негізделген. Музей жалпы 8 экспозициялық шағын залдардан және 6 ашық аспан астындағы экспозициялық алаңдардан тұрады. Музейдің үлкен ерекшеліктерінің бірі оның ашық аспан астында орналасқан экспозициялық алаңдары. Музей аумағындағы экспозициялық алаңдардан ата-бабаларымыздың көне кен аршу, мыс балқыту кәсібінің қола дәуіріндегі шежіресінен бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихыменен толық танысуға мүмкіндік бар. Қазақ даласының кен байлығы жайлы деректерді алғаш рет 18 ғасырда орыс саяхатшысы Николай Петрович Рычков қалдырды. 19 ғасырдың ортасына қарай қарқындап дамыған Ресей өнеркәсібі үшін қазақ даласының кен байлығы таптырмас шикізат көзіне айналды. 1847 жылдан бастап жезқазған мыс ошақтары көпес Никон Ушаковтың, кейін Аники Рязановтың қолында болды. 1906 жылдан бастап жезқазған шетел кәсіпкерлерінің иелігіне көшті. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында орталық Қазақстан, оның ішінде Жезқазған Ұлытау аймағында алғаш ашылған өндірістің бірі Қорғасын кеніші болды. Қорғасын кеніші 1814 жылы белгілі болып, 1890 жылға дейін орыстың көпестері Железнев пен Сурин мұнда уақытша кен өндірді. Заводтың іргесі 1915 жылы қаланды. 1919 жылға дейін жұмыс істеген завод кейіннен национализацияланды. Музей экспозициясында ашық аспан астында Қорғасын кенішінде жұмыс істеген саусақ типтес скрепер және кен сүйреткіші көрсетіледі. Ашық аспан астындағы экспозицияның ерекше раритет экспонаттары Қарсақбай мыс қорыту комбинатының тарихына қатысты түп нұсқа қондырғылар мен механизмдер. 1909 жылы Атбасар мыс кендерінің акционерлік қоғамы Жезқазғанның мыс кеніштерін, Найзатас темір марганец ошағын, Әктас карьерлерін, Байқоңырдың көмір кеніштерін сатып алды. 1914 жылдан бастап Қарсақбайда мыс қорыту заводы мен байыту фабрикасының іргесі қаланды. Өндіріс салуға ағылшын инженері Перкинстің жобасы мақұлданды. Ол жоба бойынша завод жылына 5000 тонна мыс, байыту фабрикасы тәулігіне 250 тонна кен байытуы жоспарланды. Мыс заводын іске қосу үшін шетел кәсіпкерлерінің алдында Жезқазған, Қарсақбай, Байқоңырдың арасын жалғайтын өндіріс аралық темір жол салу міндеті өзекті болды. 1914 жылдан бастап өндіріске қажетті жабдықтар мен техникалар Жосалы станциясынан Қарсақбайға керуен атанған алып салмалы темір жолмен жеткізілді. Жезқазған кеніші, Қарсақбай заводы және Байқоңыр көмір шахталарының арасында тар табанды темір жолмен қатынаған алғашқы паровоздардың бірі бүгінде музей экспозициясынан орын алған. Жезқазған кеніштері мен Қарсақбай металлургия заводының жұмыс істеуі тікелей отын базасына байланысты болды. Ағылшын кәсіпкерлерінің алғашқы есебі бойынша мыс өндірісінің жоспарланған жобасын жүзеге асыру үшін жылына кем дегенде 52.000 тонна көмір отыны қажет болды. Сондықтан 1911 жылдан бастап Байқоңыр шахталарында көмір өндірісі қолға алынды. Қарсақбайда, Байқоңырда өлкедегі ең алғашқы қуат беретін станциялардың іргесі қаланды. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдырып тоқ беретін қондырғы динамо машина. Динамо машина Байқоңырда ағылшын кезегінде жұмыс істеген шағын елді мекенді көмір кенішін электр энергиясымен қамтамасыз еткен қондырғы. Динамо машинаның маховигінде Лондон 1909 деген өндірушінің заттаңба белгісі бар. Бұл қондырғының Британ аралдарынан жеткізіліп, өндірісте жұмыс істегендігін көрсетеді. 1928 жылы Қарсақбай заводында сол кездегі КСРО-дағы тұңғыш мыс балқымасы алынды. Алғашқы мыс балқымасы құйылған шөміштің сыйымдылығы 3 кубометр.
Қарсақбай заводында құйылған тазартылмаған қызыл мыстың түпнұсқа үлгісі де өлке индустриясының бірегей ескерткіші. Ағылшын кәсіпкерлері құрамы өте бай мыс кендерін қарапайым пеште жеңіл балқытып, мыс брекеттерін алуда үлкен жетістіктерге жеткен. Зерттеушілердің болжамы бойынша, олар болашақ заводтың 80% дайындап беріп кетті. Ашық аспан астындағы экспозицияның көлемді экспонаттары өлке өндірісінің ғасырлық тарихының куәсі.